Салам достар, каналымызға қош келіпсіздер. Сіздермен түрік теле сериалы Тағдырға сен. Күн сайын хабар арнасында болып отырады. Сіздермен YouTube каналымызда қазақша нұсқасынан бөлісіп отырамын күнделікті жаңа бөлімдерін. Алдымен каналға тіркеліп алыңыздар. Сейран, Ферит, Фуат, Асуман төртеуі бірге көңіл көтеріп, кешкі астарын ішіп, бірге әңгімелесіп отырады. Сол кезде бізге жақындама деп ашуланып ұрсып жібереді. Сол кезде Юсуф та өзінің мен сені әлі сүйем деген сөздерін айтып ашуына тиеді. Ал бұл уақытта Ферит пен Пелин екеуі ұрсып қалады қатты бір-бірімен. Сол кезде Пелин уайымдап, Пелиннің әрдайым қасында жүретін бөлесі болады. Ал ол бөлесі Пелиннің жағдайын көріп өте бір ашуланып, іштей ызаланып. Ферит сені сүймейді болды. Оғар енді бұл үстіңді. Қарасаңшы, ол әйелмен өзі қыдырып жүр. Неге сен оны уайымдап, неге сен ол үшін қайғырып жүрсің? Деп өзінің ақылын айтты, яғни Пелинді басқандай болады. Ал бұл кезде Сейран мен Ферит екеуі бір-бірімен бәстесіп, теннис ойнауға келіседі. Сейран теннистен ұтқан болсам, мен оқуға түсемін деп өзінің шартын айтады. Теннис ойнайтын залға баруға түрлі сылтауларды айтып, Фериттің ашуына тиіп жүреді Сейран. Сол кезде магазинге кіріп, өздері теннисный столикті сатып алып, сол жерде ойнайды. Әрине ойында Ферит жеңеді. Сейран оқуға түспейтін болады. Сонымен бәстерін аяқтап үйлеріне қайтады. Ал үйіндегілер Фериттің әкесі мен Ифакат жеңгесі ақылдасып бір-бірімен Сейранның әпкесі Сунаны неге ол қыздың тәрбиесін өз мойнына алғанын сұрайды. Ифакаттан. Сол кезде Ифакаттың жауабы: ол қыз бізге немере сыйлау үшін қажет болады деп. Өйткені Фуаттың келіншегінің денсаулығына байланысты Сунаны Фуатпен қосқысы келетінін айтады. Ал Орхан болса, бұл қалай болады дегенде өзінің пікірін айтады. Мүмкін емес деп. Сол кезде бұның бәрін маған қойып бер, мен өзім туырлайым деп Ифакат жеңгесі өз мойнына алады. Ал үйінде Сейран мен Ферит және ұрсып қалады. Өйткені қатты араларында келіспеушілік болып, Ферит үйден шығып кетеді. Түнгі клубқа барып көңіл көтеруін қалайды. Сол кезде Абидин ағасымен бірге шығып. Ал бұл ұрысқа себепкер болған Сейранның бұрынғы жігіті Юсуф. Сол кезде Сейранда қатты ашуланып Юсуфқа барып: болды, менің өмірімнен мүлдем жоқсың, мүлдем маған көрінбегін, сені мүлдем жаман көремін деп кетіп қалады. Ал Ферит болса, сол кезде клубта өзінің бұрынғы қыздарын көріп, солармен әңгімелесіп, көңілін көтеріп отырады. Сол жерде Пелиннің бір құрбысы Пелинге сурет жібереді, яғни Ферит түнгі клубта қыздармен бірге жүр деген. Ал суретті көре сала Пелин сол жерге барады. Ал барған кезде Ферит қыздармен бірге әңгімелесіп, көңіл көтеріп, көңілді болып отырғанын көреді. Ашуланып, қыздардың алдына барып, келіспеушілік туғызып, сол жерде қыздармен ұрсып қалады. Ферит бұл жақта емес деп сыртқа алып шығады. Сыртта оңаша екеуі бір-бірімен келіспей тұрған кезде тілшілер осы жағдайды суретке түсіріп алады. Ал Ферит атақты әйгілі Корхандардың немересі болғандықтан ондай жағдай мүлдем болмау керек, отбасыларына ондай шум шықпау керек. Абидин ағасы жүгіріп жаңағы әлгі суретке түсіріп алған журналист баланы келісуге, бұл суретті газеттің бетіне шықпауын талап етеді, бір-бірімен келіскендей болады. Бірақ та әлгі жігіт жоқ деп өзінің номерін беріп, ертең хабарласатынын айтып кетеді. Ал ертесіне Абидин ағасы жаңағы әлгі журналистпен кездесіп, мәселені шешпек болады. Сол кезде әлгі журналист жоқ келіспейтінін, бәрібір жарыққа шығаратынын, сол журнал газетке жіберетінін айтады. Феритке бұл хабарда құлағына жетеді. Сол кезде бұл істі әкесіне айтуға тура келеді. Әкесін оңаша сөйлесуге шақырады, бірақ осында айтасын деп, осында айтуын талап етеді. Достар, сіздерге менің видеоларым қызық болып жатса, каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен күнделікті Тағдырға сен түрік телехикаясын қазақша нұсқада толыққанды түсіріп отыратын боламын. Сол үшін каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Korkuyorum, cesaretim kayıp. Dünyamı zor, bünyem mi zayıf?
Derdime suları katıp katıp